Ассалаумағалейкум құрметті достар. Менің бүгінгі видеом Димаш Құдайбергенов ағамыз жайлы болмақ. Бүкіл әлемге қазақтың атын танытып жүрген ағамыз. Бұны білмейтін қазақ кемде-кем шығар. Димаш Құдайбергенов ағамыз. Ендеше кеттік. 1994 жылы 24 мамырда Ақтөбе облысында дүниеге келген. Толықтай аты жөні Дінмұхаммед Қанатұлы Құдайберген. Димаш Құдайбергенов ағамыздың ата-анасы да өнерден алыс емес болып шықты. Оның әкесі Қанат Айтбаев болса, анасы Светлана Айтбаева, яғни халық әншілері. Димаш Құдайбергенов ағамыз талай Қытайда, бүкіл әлемнің жобаларында бағы жанған жұлдызымыз. Тіпті Димаш Құдайбергенов ағамыз әлемдегі ең әдемі 100 адамның қатарына кірген. Осылайша жап-жас небәрі 26-дағы әнші өз бағын Қытайда сынауға кіріседі. Қытайда бүкіл 1 миллиардтаған Қытай қызын, қытайларды жылатып, осылайша Қазақстанға оралған кезде оның өнеріне тамсанамыз. Құрметті достар, мен сіздерге бір өте қызықты оқиға айтып өтейін. Менің атым Дінмұхаммед, бірақ мені кішкентайымнан бастап барлығы Димаш деп атап кеткен екен. Бұл өзім туралы мәлімет. Ал менің әкемнің аты Құдайберген. Бұл шын, өтірік емес. Әкемнің аты Құдайберген. Мен 2014 жылы көбісі Димаш Құдайберген деп, 2017 жылдары мені солай атай бастады. Мен осылайша бұл әнші туралы ақпарат жинап білдім. Рахмет, құрметті достар.